Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді және де жұмсақ болып шығатын сосиска в тесте рецептімен бөлісетін боламын. Бізге керекті барлық заттардың мөлшерін төменге жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ұнымыздың үстіне жылы сүт, құрғақ ашытқы, қант және де тұз қосатын боламыз. Және де сұйық май қосып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетіне пакет жауып, жылы жерге 1 сағатқа қалдыратын боламыз. Міне 1 сағат уақыт өтті, біздің қамырымыз ашып, биік болып көтерілген. Енді осы қамырды 2 бөлікке бөліп жаятын боламыз. Қамырымызды қатты жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ. Енді сосискамызды пленкасынан босатып, қамырды осындай бөліктерге бөліп, яғни пышақпен кесіп, сосискаға орайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, мен сосисканы ортасынан 2-ге бөліп жасадым. Сіздер ешқандай 2-ге бөлмей жасай берсеңіздер болады. Қамырды кесіп, барлығын дәл осылай орап шығатын боламыз. Енді дайын болған сосиска в тестемізді осындай формаға орналастыратын боламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Бетіне осындай жұмыртқаның сарысын жағамыз. Егер жұмыртқаның сарысын жақсаңыздар, біздің сосиска в тестелеріміз өте әдемі, сондай қоңыр түс беріп, жылтырап шығатын болады. Қалауларыңызша бетіне күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады, немесе ештеңе сеппей ақ пісіре берсеңіздер де өте дәмді болып шығады. Міне біздің сосиска в тестелеріміз дайын. Осындай өте әдемі, дәмді болып шықты. Егер видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.